Ормандағы оқиғалар, кішкентай борышқанды құтқару. Екінші бөлім. Ал кішкентай боршақ болса, өзеннің арғы бетінде бұлар мені қашан құтқара бастар екен деп күттім. Осы кезде соқпақпен келе жатқан қонжық Пуш көрінді. Әкесінің фуражкесін киіп алған, өте маңғаз. Мұнда негіп отырсыңдар деп сұрады ол. Ойланып отырмыз деп жауап берді кірпішек. Борша тышқанды бергі бетке өткізудің амалын таппақпыз. Апасын шақыру керек, деді Пуш ойланбастан. Мен қорққан кезде ылғи апамды шақырамын. Иә, саған, деді түлкішек Пуштың сөзіне қарсы шығып. Оның апасын шақырсақ келеді де боршақты таяқтайды, біз де таяқ жеп қаламыз. Онда шақырмай-ақ қояйық, деді Үрпек басын қайта-қайта шайқап. Мен әлі ешқашан таяқ жеп көрген жоқ. Ешкімді шақырудың керегі жоқ, деді Үрпек нық дауыспен. Өзіміз бір амалын табамыз. Сал жасап боршақты бергі бетке алып шығу керек. Ал мен қағаз қайық жасай аламын, деді Үрпек. Қағаз қайық жарамайды, тез су боп қалады, деді Үрпек. Бәріміз де мал-мандай боламыз. Мен одан да үйге кетейін, деді түлкішек өзеге бір қарап қойып. Боршақ солай қала ма сонда, деді кірпішек оған қарап. Досыңды тастап кетпексің бе, деді Үрпек те пысқырға бұрылып. Түлкішек екеуміз сал жасауға жарайтын тақтайлар жинап әкелейік, деді қонжық. Содан олар тақтай іздеуге кетті. Кішкентай боршақ қайта-қайта күрсініп қойып отырды. Әр түрлі тамыр жемістердің дәмді иісін шығып тұратын есіне түсті. Қазір үйде жып-жылы шығар деп ойлады. Достар бұл кезде іске кірісіп кеткен. Қонжық пен түлкішек тауып әкелген тақтайлардан бәрі сал жасай бастады. Бәрі дайын болған кезде Үрпек бір ұзын таяқты алып салдың ортасына қадады. Бұл жерде желкен болуы керек, деді ол. Ал желкенді қайдан аламыз, деп сұрады кірпішек. Бәрі бұрылып Үрпекке қарады. Өйткені ол өте ақылды ғой. Бір қиық мата табылса, желкен болуға жарар еді, деді Үрпек. Енді бәрі бұрылып кірпішекке қарады. Менің қиығым жарамайтын шығар, деді Фантик төмен қарап.
Бұда терезеге перде жасауға ғана болады ғой, деді тағы да ақырғыда. Онда боршақ үйін ешқашан таба алмайды, деді Үрпек. Кірпішек боршаққа қарады. Мынадай әдемі қиығын беру әрине қиын. Бірақ боршақты бұрынғыдан да қатты аяп кетті. Содан фантик қиығын берді. Оны таяққа байлаған кезде әлемдегі ең әдемі желкен болып шыға келді. Енді салды өзенге апарып түсіру керек. Мен апарыспаймын, деді Түлкішек. Сал мен жүзіп те ешқайда бармаймын. Суға түсуден жаным қорқады. Содан Түлкішектен басқалары салды өзенге апарып түсірді. Ағыс алып кетпесі деп қазыққа байлап қойды. Енді аттануға болатын. Бәрі салға жайғасқан кезде Үрпек оларға қарап, капитан сайлап алуымыз керек. Капитансыз жүзуге болмайды, деді. Мен капитан боламын, деді Кірпішек. Желкен жасауға қиығымды берген мен ғой. Ал Үрпек салды ойлап тапты емес пе, деді Үрпек. Сол капитан болсын. Пуш қоншық тұрып, мен капитан боламын. Фураж кем де бар, деп айғайлады. Осы арада Түлкішек пысқыр келіп, мен итеріп жіберейін деп салды ағысқа қарай жылжытып жіберді. Содан бәрі салмен жүзіп кетті. Арғы жағада тұрған боршақ қуанғаннан секіріп алды. Алайда сал мүлдем басқа жаққа жүзе жөнелді. Өзеннің ағысы оны төменге қарай алып кетті. Пысқыр мен боршақ жаға бойымен бұлардың соңынан жүгірді. Бірақ пысқыр бергі жағада, боршақ арғы жағада. Мен мұндамын ғой, деп айғайлады боршақ достарына. Сақтаныңдар, деп айғай салды Түлкішек. Қазір сал аударылып кетеді. Кірпішек пен қонжық еспекші болғанымен ағыс өте күшті екен. Екеуі қанша тырысса да салды арғы жағаға қарай бұра алмады. Содан бұлар қатарласып, енді не болар екен деп отырды. Үрпек бұлардың жанында
алға қарап тұрған. Кенет ол өзеннің дәл ортасында жатқан үлкен тасты көрді. Қазір сал тасқа соғылады деп айғайлады үрпек. Сол сәтте ақ сал тасқа келіп соғылды. Апа деп айғайлап жіберді қожық қорқып кетіп. Суға құлай жаздап барып кірпішекті ұстап алып еді. Тікендері кіріп кетіп, ой, деп одан сайын бақырды. Құлап кетпеңдер деп айғайлады үрпек. Суға құлап кете жаздаған үрпекті зорға дегенде ұстап қалып, Фантик абайлап қарап еді, сал өзеннің ортасында тасқа тіреліп тұрып қалды. Екінші бөлімнің соңы.